Eleonora bilimi Жағымдысың үнеме Сені көріп талып қалды төреғали төрәли Eleonora bilimi Жағымдысың үнеме Сені көріп талып қалды Барлықтарыңа сәлем, сендермен бүгін мен Ран. Бүгін мен сендерге KZ МКП-ге не болды және не болады алда соны айтатын боламын. Ал енді біз видеомызға қарай кеттік. Иә балдар, өздерің білетіндей KZ МКП-ден көптеген легендалар кетті және де кетуді тоқтатпай жатыр. Иә, әлі де кетіп жатыр легендалар. Көптеген МКП-шілер кетіп жатыр. Шелзи кетті Free Fire'ға. Шелзи Free Fire'дан уже 100 мың подписчикке жетті достар. 100 мыңнан даже асып кетті 100 мыңнан. Иә, енді ол да ютубқа ақша үшін келген, так что оны кінәлі қылмаймыз. Енді ютубта өзінің целі бар, 100 мың подписчикке жетем деген. Сол целіне жетті ол Шелзи. Тағы да бір топовый МКП-шер ол достар, Шефл МКП-ден кетуі әбден мүмкін. Иә, ол Free Fire'ға кеткісі келіп жүр өзінің де. Ол алдында өзінің ВК группасында постаған болатын, Free Fire'ға ма әлде МКП-ге ме деп. Сонда Free Fire'ға голос көп берілген достар. Ол Free Fire'ға кетуі әбден мүмкін. Неге барлығы Free Fire'ға кетіп жатыр? Өйткені достар, МКП-де просмотр аз, лайк аз достар. Сол үшін де Free Fire'ды көп адам ойнағаны үшін, Free Fire'ды көп адам көреді. Сол үшін олар Free Fire'ға кеткілер келіп жатыр барлығын. Free Fire'ға уже кетіп те қалған барлығы. Енді МКП-шілер бар әлі, енді соларға сенеміз достар. Олар әлі МКП-ні дамытады деп ойлаймыз. Мен өзім МКП-ді қаламын до конца. МКП-ден 5000 подписчикке жетпей қоймаймын достар. 5000 подписчикке дейін барамын. Мен күнде видео түсіріп жүрмін МКП-ден. Дефи жаңғыдан канал ашып МКП қайтадан келген болатын достар. МКП-ден ода қазір 600 подписчикке жетіп қалды ғой деймін. 5000 поттан асты, ол уже конкурста жасап үлгерді. Иә достар, Дефи өте тез 500 подписчиктен каналын 500 подписчикке асырып алды. Маған МКП-шілердің арасынан ұнайтыны Шалкер достар. Мен Шалкерді видеолардың барлығын жібермей көремін, барлығына лайк басамын достар. Шалкердің видеолары өзіме ұнайды достар. Және де мен көріп жүрмін. Дизайнерлердің өзі де Free Fire дизайнға көшіп жатыр достар. Free Fire'дан ава шапка превью жасап соған көшіп жатыр. Содан имидж алып жүр. МКП-ден кеткен балдар содан имидж алып Free Fire'ға көшіп жатыр. Соның барлығын байқадым. Солай жалғаса берсе МКП-ге өліп қалуы әбден мүмкін. Егер де МКП-ге өлмегенін қаласаңдар, осы видеоға максимально барлығын лайк басып кетіңдер. Қазіргі уақытта біздің бұрынғы легендамыз Notaplay МКП-ге келген болатын. Енді ол МКП-ге түсірмейді, Bedwars дегендерді түсірмейді, ол бомж түсіріп жүр. Бомжыға сондай бірдеме түсіріп жүр. Мен әлі дұрыстап көрген жоқпын оны. Ол уже сразу 10 мың подписчиктен асырып алды каналын. Егер де сендер каналдағы активті көтеріп, арнаға тіркелсеңдер, активті көтеріп, сол кезде мен желание, МКП-ге деген желанием көбейіп, сендер мен шығарған видеома күнде лайк басып жүрсеңдер, мен МКП-ден до конца қаламын достар. МКП-ге жаңадан келіп жатқан МКП-шілердің де сандары аз емес. Олар МКП-ге енді келген балалар, ютубқа енді келген балалар. Енді сендер соларды қолдап кетсеңдер, олар МКП-де қалады. Лайктарын көбейтіп басып достар. Сендер арналарына тіркелсеңдер, олар МКП-де актив бар деп, сосын олар МКП-де қалатын болады. Ал сендер лайк баспасыңдар, олар МКП-ден кетулері мүмкін. Ал қазіргі МКП-ні дамып жүрген балалар, олар Исгар, Морни және де Дефи. Және де Онтик бар. Олардың арасында Спиди бар. Сол балдар міне МКП-ні дамытып жүр қазіргі уақытта.
Менің мкпге деген ойым осы достар. Видео қысқа болып қалса ренжімеңдер достар. Барынша көп лайк жинап кетесіздер деп ойлаймын. Сіздермен болған бүгін мен Ран. Давайте.